Халайық әлемде таңғалдырар оқиға болып жатыр. Венесуэланың басшысы Мадуроны америкалықтар барды да бір түннің ішінде барды да алды да кетіп қалды. Тұтастай мемлекетті басқарып отырған мұнай алпауыты Венесуэланың мұнайының енді көптігі соншалық бұл америкалықтардың сілекейін шұбыртып отыр. Енді қараңыздаршы, осындай мемлекеттің басшысын америкалықтар барды да бір түннің ішінде барды да алды да кетіп қалды. Әйелмен қосып алып кетті, тұтқындап. Қазіргі кезде Венесуэланың президенті Мадуро Америкада сотты күтіп жатыр. Яғни америкалықтар олар басқа елдің басшысын соттайын деп жатыр. Алып та ұрлап алып кетіп қалды. Ал енді мынадай ақпараттар шығып жатыр. 2025 жыл, мысалы, Ресей мен Украинаның арасында соғыстың болып жатқанына қазір неше жыл болды? Ойлаңыздар. Әлі де Ресей мен Украинаның арасында соғыс тоқтаған жоқ. Енді мынадай ақпарат шықты. 2025 жылы Ресей әскері Украинаның жалпы аумағының тек бар болғаны 0,72% ғана жаулаған. 1%-ға да жетпейді, ойлап қараңыздар, 1%-ға да жетпейтін жерін жаулаған 2025 жыл. Бұл ақпаратты қазір арнайы зерттеулер жариялап жатыр. Сонда мен ойлап отырмын да, қазір мысалы әлемде мықты армияның қатарына үздік 5-тік, үздік 10-дық деген армиялардың рейтингісі бар. Сонда Америка бірінші орында тұр. Енді Қытай мен Ресейдің орны үнемі алмасып отырады, кейде алмасады, әртүрлі, енді бұл әскердің санына, сапасына байланысты деген сияқты. Сонда Трамптың өзі айтты, Венесуэлаға жасалған операция бұл мінсіз деп мәлімдеді. Мінсіз операция деді. Бұны әлем әлі күнге дейін қалай қабылдарын білмей жатыр. Қалайша тұтастай мемлекетті басқарып отырған президент алады да өз еліне алып келеді. Сөйтіп апарып оны қамап, қолын кісендеп соттайды. Және ол кішкентай мемлекет емес Венесуэла. Алып миллиондаған халқы бар мемлекет. Бірақ Американың күші жетті бұған. Енді Трамп мәлімдеді, Венесуэланы Америка басқарады деп мәлімдеме жасады. Сонда Путин неше жыл бойы Украинаны алылмай жатыр, Ресей әскері. Айналдырған санаулы күнде Киевке жетіп барамыз деген, жаңағы Киев қолымызға өтеді деген Ресей қанды қырғын жүргізгенмен Украинаны тұтастай басып ала алмады. Ал мынау 2025 жыл 0,72% ғана жаулап алған. Жалпы аумақтың 1%-ға да жетпейді. Сонда кімнің әскері мықты? Расында да Американы біз дұрыс мойындамай жүрміз ба деген ойда қалдым. Қалай ойлайсыздар сіздер? Бұл Трамптың өзі мақтанып тұрып айтты, бұл мінсіз операция болды деп. Ешкім көбісі бұны күткенде жоқ деп ойлаймын. Тіпті Мадуроның өзі бұл туралы ойланбаған да шығар. Осыншалықты Америка әскерінің қуаттылығын